Баршаңызға сәлем, сіздер мен Ақнұр Шамбул. Бүгін еттің сорпасына үйленген тоқаштар дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға 300 грамм жылы сорпамызды құямыз. Үстіне 200 грамм жылы суымызды құямыз. Сорпамыз бен суымыз жылы болған уақытысында үстіне 1 қасық тұз, 1,5 қасық қант саламыз. Және де 1 қасық дрожж салып, құрғақ заттарымызды араластырып шығамыз. Және сорпамыз дайын болған уақытысында осылай үстіне 800 грамм ұнымызды електен өткізе отырып, 2-3 бөлшектерге бөле отырып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илеп шығамыз. Және де бұл майлы сорпаға иленгендіктен бізге ешқандай да май қосудың қажеттілігі жоқ. Онсыз да қолға жабыспайтын болып, майлы қамыр болып шығады. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып шығамыз. Нанымыз 2 есе болып көтеріліп шыққан уақытысында осылай дастарханымыздың бетіне ұн сеуіп, нанымызды 2 бөлікке бөлеміз. Және де қамырымыздың барлық ауасын шығарып тастаймыз. Күлшілеп аламыз да жақсылап оқтауменен жайып шығамыз. Дайын болған қамырымызды осылай домалақ формамен кесіп шығамын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша домалақ, 4 бұрышты немесе ұзынша етіп кесіп шығуларыңызға да болады. Қызып тұрған майымызда 2 жағын қызартып, пісіріп шығамыз. Қып-қызыл, өте әдемі шығады. Сіздермен болған Ақнұр Шамбул, менімен бірге сорпада осындай әдемі тоқаштар дайындаңыздар.